Бәрінесе, кубик Рубик әлемдегі ең танымал бас қатырмалардың бірі. Және бұны барлығы да шығара алмайды. Сіз кубик Рубик жинай аласыз ба? Жинай алмасаңыз, лайк басып каналға тіркеліп, видеоны соңына дейін қараңыз. Жалпы кубик Рубикта 6 центр деген ортадағылар. Центрлар орны ешқашан өзгермейді. Сосын 12 қабырғалар. 12 қабырға. Сосын 8 бұрыш болады. Сіз бұл нәрсені білмейтін шығарсыз. Кубик Рубиктің бір түсін жинау атақ емес, оны дұрыс жинау атақ. Кубикті шашып аламыз. Мен кубикті шашып алдым. Енді біз кез келген бір түсті, яғни центрді таңдап аламыз. Мен ақ түсті таңдап алдым. Және оны төбеге қаратып ұстаймыз. Сосын өзімізге қарап тұрған беттен ақ түсті қабырғаларды іздейміз. Онда бар. Оны жоғары көтереміз. Ол өте оңай. Жай ғана жоғары көтере саламыз. Өте оңай. Бұл бірінші тип. Екінші тип. Бірінші қабатқа қараймыз. Сосын ақ түсті табамыз. Сосын төбесіне қараймыз. Бұл жер бос емес болғандықтан оны бір рет айналдырып төбесін босатамыз. Сосын тағы да мұнда қараймыз. Оны тағы да төбеге ұстап бетін мұнда немесе мұнда айналдырып жібереміз. Содан кейін сонда ол біріншісіне келеді. Бірінші типке. Сосын оны жай ғана төбеге көтереміз. Бұл екінші тип. Үшінші тип. Біз онда ақ түсті төменге қарап ұстаймыз. Және ақ түсті табамыз. Ақ қабырғаны. Сосын осының төбесіне қараймыз. Оны тағы да босатамыз. Ештеңе жоқ жерге. Сосын бетін бір рет мұнда немесе мұнда айналдырамыз. Мен мұнда айналдырайын. Сосын былай қараса ол бағанағы бірінші типке келеді. Сосын оны тағы да жай ғана көтере саламыз. Крест жиналды. Енді сіз ноутбукқа қараңыз. U üstte, D asты, R оң жағы, L сол жағы, B арты, F беті. Енді кубиктен көрсетейін. U десе былай айналдырасыз. D асты былай айналдырасыз. R десе оң жақ жоғарыға айналдырасыз. L десе сол жағын төменге айналдырасыз. B десе арты, F десе беті. Енді біз кресті жинадық. Енді біз мынандай қабырғалардың түсімен центрлерді сәйкестендіреміз. Бұл жерде екі вариант болады. Біріншісі мынандай екі бұрышы келген кезде, ол кезде біз мына екеуін келтіру үшін, орын алмастыру үшін формула жасаймыз. Мен оны мына жерде сарықпен белгілеп қойдым. Сол формуланы жасайық. Ол үшін біз бір келіп тұрған өзімізге, екіншісін сол жайға қаратып ұстаймыз. Енді жасаймыз. R штрих, O, R, O штрих, R штрих. Сонда біздің барлық түстеріміз келеді. Енді келесі тип. Ол мынандай екі қарама қарсы түс келеді. Қалған екеуі келмейді. Ол кезде біз келіп тұрған бір түсті өзімізге қаратып, келесі түсті қарама қарсы қаратып ұстаймыз. Сосын мына тұрған формуланы жасаймыз. Ол формула R штрих, штрих деген керісінше деген қарама қарсы. Штрих. Сосын L, U2, R, L штрих, U2.
Сонда біздің барлық түстеріміз келеді. Осы екі формуланы описанияға жазып қалдырам. Түсінбеген жерлеріңіз болса комментарияға жазыңыздар. Видео ұнаса лайк басыңыздар, каналға тіркеліңіздер, поделиться батырмасы арқылы достарыңызға жіберіңіздер. Сау, саламат болыңыздар.